келдіңіздер. Бүгін Алматы қаласына келдік. Видеоның басынан да көрген шығарсыздар. Алматы қаласына 2013 жылы бітіріп кеткенмін. Содан бері енді 23 жылы 10 жыл дегенде келіп тұр екем. Сіздерге өзім оқыған университетті, жалпы қаланың күшті жерлерін, көрсететін боламын. Сол үшін видеода болыңыздар. Достар, біз Алматыға пойызбен бардық. Пойыздың бағасы евро 5 теңге болды. Кісі басына жатып, плацкартта демалып келдік. Алматыға келе сала барахолка базарына барып, осылай аяқ киімдерді, заттарды көрдік. Bunu Содан сағат 11-де гостиницамызға кірдік. Өте әдемі қонақ үй екен. Жалпы іші ұнады, таза. Пойыз жолдың қасында болған үшін біз осы қонақ үйді таңдадық. Іші 2 адамдық, ішінде душы өте әдемі, керемет. Городқа қарап тұрған терезесі бар. Біз қонақ үйге жайғастық. Душқа түсіп алдым, рахаттанып, жеңілдеп қалдық. Енді кішкене демалып, кешкісін тағы да серуенге шығамыз. Шопинг жасап жүрміз. Нашлеп ойнап тұр ше. Мынандай розовый сумка вообще дайын мен пляжға дейін. Таңғастар керемет. Шведский стол екен. Алдыңғы видеомды көрген болсаңыздар, аяғымды массажистің салғырттығынан осылай жаралап алған едім. Таң атпай осыны сөйтіп перевязка жасап, бинтпен орап қойдым. Бізге әрине бірінші қонақ үйіміз вокзалдың қасында болған үшін ұнады, бірақ симпозиумға болатын жерге ұзақ болған үшін кішкене ыңғайсыз екен. Сол үшін біз екінші қонақ үйге ауыстық. Бұл қонақ үйімізде 2 адамдық, әдемі. 7-ші жатақхана. Мына жерде 2-ші этажда балконы бар жерде мен жатқанмын. 4 жыл осы жерде паналағанбыз. Түрік дегеніміз не деген сұрақ туады? Мынау жастар отыр, мен айтқым келеді. Түрік дегеніміз ол мұхиттың астында жатқан маржан. Егер ол gücü kuvveti toplamak gerek, atalardan miras ortak vatanda. Cenab-ı Allah hamdolsun. Bu dizelerin kaleme alınmasından yıldır ki aralıksız olarak düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Türk dilli milletlerin iyi niyetlerine yönelgen her türlü birliğin kurulmasını teşvik eder ve teşvik etmekte devam edecektir. Bu yolda yeni çağrışlara yenilenmeyi, güncellenmeyi başaran bir geleneğe sahip olan Türk milletlerinin tübü bir Türkümüz Festivalin бастауға ruhsat edinizler. Осылайша Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті және Түркиядағы Өмір Хальстемир университеті және Азербайжандағы 3 университеттің бірігуімен осылай Қазақ ұлттық қыздар университетінде симпозиум ашылу салтанаты болып, симпозиумымыз ашылып қонақтарды күтіп алды. Мінекей достар, менің 4 жыл оқыған университетіне келдік. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Біз оқыған кезде мемлекеттік болған, қазір ұлттық дәрежесін алып отыр екен. Осы жерде 4 жылымыз өтті. Керемет университет, қыздар үшін керемет мүмкіндіктер.
Мына жерде Жемпидің алдында жатақханасынан осындай кітап сататын еді. Әлі сатады екен ғой. Мынаның астында дипломный работа, рефераты деп жазады. Қандай күшті. Ана жерде не жол еді, жолдан өтеді. Стеқотто. Симпозиумның ашылу салтанатынан кейін Төле бидің бойына шығып, бір автобусқа мініп, Көктөбеге дейін жетіп алдық. Көктөбенің төбесіне осындай газельдермен шығу мүмкін екен кісі басына, бірақ менде мүгедектік болған үшін маған тегін және мен қасымдағы сіңліме сопровождающий болған үшін оған 50% ғана Көктөбенің символы Beatles тобы. Қойған не дейтін еді? Қойған не дейтін еді? Хау. Біздің үйге 2-3 тауық керек еді, қоразмен. Ана қанаты жетті. Вау! Көктөбенің бәрін мынандай игровой аттракциондар қылып құртып тастау керек. Мындай аттракцион істейтін басқа жерде көп қой енді. Әдемі көретін жерлерді жауып тастапты. Көктөбенің төбесінде. Күшті заттар бар екен ішінде. Мындай сумкалар бар екен. Осындай сумкаларды жақсы көремін. Oyuncak 8.000 tenge. Mынау кім деп ойлайсыздар? Ана жерде алма бар еді, алманы алып тастапты ғой. Или ана жерде тұр екен. Вау, мына сағат зор екен. Жен, кстати, бұндайдың любойын істейтін шығар, иә? Бутик ашу керек қой. Иә, жен, кстати, осы жерге бутик ашу керек екен. Мынандай шкатулкаларын түр-түрін істейді ғой, иә? Мынандайларды. Мына ойыншықтарды қара. Алматының алмасы.
мынау қанша екен? Алақандағындай болады Алматы. Мен төбесінде жүрміз, керемет. Бар екен. Не деп айтатын еді? Бірақ мына жақта аттракцион бар, күшті балалар болады. Күшті, керемет демалыс болып жатыр. Мына жерде Көктөбенің төбесіндегі бағаларды бір көріп қойыңыздар. Так, арқанды жол деді ма? Мынандай жеңілдіктері бар екен. Менде 3-ші группа инвалидность болған үшін маған бесплатно алынды. Қасында сіңліме сопровождающий ретінде оған 50% алды. Ал автобус бесплатно болды. Зор болып тұр, я. Оға барсам ғой. Баяғыда біз келетін кезде тұрып болады бұл жерлер. Қазір деген адам қайнап жатыр енді. Біз немен қайтамыз? Қанатты жолмен. Көктөбеден Алматы алақандағыдай көрінеді дейді. Қалай? Алақандағыдай. Шынында алақандағыдай көрінеді Алматы. Мына жерде Қазақстан гостиницасы бар. Ана жерде үлкен Евразийский банк бар. Қыстың күні қап кететін бір кино бар ғой, қорқынышты, көргесің бе? Үш адам қап кетеді. Соңында өледі бір. Арқанды жол осы Қазақстан гостиницасының алдына әкеліп тоқтайды. Ары қарай уже қаланың ішін қыдырып жүре берсеңіз болады. Мына жерде Қазақстан гостиницасы бар. Мына жерде Көктөбеге шығасыздар. Аспалы жолмен. Ары қарай группалас достарымызбен кездесіп, универ бітіргенімізге 10 жыл болғанын тойлап, керемет Алматы түнін қыдырып, студент кездерімізді еске алдық. Видео сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода көріскенше.